Сәлем, менің атым Нада. Бүгін мен сізге постерде үстелді қалай брондау керектігін айтамын. Біз үстелдерді брондау күнтізбесімен жұмыс істеуді және мекеменің жүктемесін талдауды үйренеміз. Бастайық. Жоғарғы оң жақ бұрыштағы мәзір белгішесін басып, жаңа брондау тармағын таңдаңыз. Күні мен уақытын, қонақтардың санын және үстелдің бос болмайтын уақытының ұзақтығын көрсетіңіз. Содан кейін телефон нөмірін және тұтынушының атын жазыңыз. Топ өрісінде ашылмалы тізімнен бонустық немесе жеңілдік жүйесінің тұтынушылар тобын таңдаңыз. Егер сізде тұтынушылар топтары болмаса, оларды тұтынушылар тобының маркетингі қойындысындағы әкімші тақтасында пікір өрісіне қонақтардың тілектерін немесе бронь туралы білу маңызды кез келген нәрсені жазыңыз. Кестені таңдау түймесін басып, зал картасынан кестені таңдаңыз. Брондауды жылдам қабылдау үшін зал картасынан кестені таңдап, жаңа брондау түймесін басыңыз. Енді брондау күнтізбесімен қалай жұмыс істеу керектігін қарастырайық. Мәзір белгішесін басып, брондау опциясын таңдаңыз. Кесте қойындысында күніне бос және брондалған үстелдердің сағаттық кестесін қараңыз. Сары интервалдар ашық чектері бар үстелдерді және үстелдің бос емес уақытын көрсетеді. Ашық көк түс кестенің сақталған уақыт аралығын көрсетеді. Ол брондаудың басталу уақытын, тұтынушының аты жөнін және қонақтар санын көрсетеді. Басқа күндерге арналған брондау кестесін көру үшін жоғарғы оң жақ бұрыштағы көрсеткілерді басыңыз. Сол күннің кестесіне оралу үшін бүгін түймесін басыңыз. Брондауды растау немесе брондаудан бас тарту үшін брондауды қарау картасын ашыңыз. Жұма түні болды делік. Брондауды растау және чекті ашу үшін төменгі оң жақ бұрыштағы түймесін басыңыз. Қонақтар келді. Егер қонақ брондаудан бас тартса немесе келмесе, төменгі сол жақ бұрыштағы брондаудан бас тарту түймесін басыңыз. Тізім қойындысында барлық брондалған үстелдердің кестесін, қонақтардың байланыстары мен тілектерін қараңыз. Әр бөлме мен үстел үшін брондау статистикасын қарастырайық. Ол үшін әкімші тақтасындағы брондау статистикасы қойындысын ашып, сүзгіні пайдаланып брондауларды сұрыптаңыз. Постерде қонақтарыңыз үшін кестелерді брондаңыз. Клиенттер өздерінің сүйікті мекемесіне кіруге кепілдік берілгеніне қуанышты болады және сіз залдың жүктемесін жақсырақ бақылап, талдай аласыз. Күндеріңіз сәтті өтсін және сатылымдар керемет өтсін.